Біз бүгін Pinduoduo сайтында өзімізге ұнайтын тауарды таңдап үйренетін боламыз. Ол үшін сайтқа кіреміз. Алдымен мына 3-8 дегенді айтып кетейін. Бұл 3-ші ай 8-ші март дегенді мерекені білдіреді. Бұл жерде көптеген тауарларды акцияға шығарып қояды. Бұл Қытай сайты. Сондықтан әрбір мерекені ұтымды пайдаланып, әртүрлі акцияларды ұйымдастырып тұрады. Әзірге бұл бізге керек емес. Төмендегі сол жақтағы үйшікке басып, домикке өзіміз менюді таңдай аламыз. Жоғарыда қытайша жазулар бар. Соларды оңға, керек болса солға жылжытамыз. Сіз қандай тауар іздегіңіз келіп тұр, осы сурет арқылы басып, мына менюде шығады ғой, соларды басып көре аласыз. Мысалы, посудаға кірдім мен жайы. Осы жерде енді көптеген посудалар бар. Сізге ұнайтын, мысалға өзіңізге ұнайтын посуданы іздеп отырған посудаңызды таба аласыз. Мысалы, мынау мұздатқышқа, холодильникке заготовка қойып қоятын мында наборлар, әртүрлі посудалар бар. Қазір бізде енді көптен бері осындай қасықтар болды. Қазір хит болып дастарханға әкеліп қояды ғой, қонақтықта бәріміз көріп жүрміз. Мынау әртүрлі набор. Мысалға, бұл жерде ерекшелігі наборды таңдағанда бағасына және оның несіне мән беру керек. Магазиннің рейтингіне. Мынау жазылып тұрған бағалар дәл соның бағасы емес. Бұлар мүмкін бүткіл бір набордың суретін қойып, бірақ бір ғана тарелканың бағасын қойып қою мүмкін. Осылай адамдарды маркетинг дейді ғой, осылай қызықтыру мүмкін. Бағаны арзан қылып, бірақ суретті көп етіп набор қойып. Сондықтан алданып қалмаңыздар. Қытайда маркетинг қатты дамығандықтан әртүрлі рекламаларда мықты. Мысалы, наборға кіріп қарайық, әртүрлі бағасы. Мысалы, төменде қызылды қараңыз, біреуі онша қызыл емес қой. Енді қызылды басып, бірінші былай қарап көріп алайық. Магазиннің рейтингі жоғары екен. Ішіне кіріп қарасаңыздар, көптеген посудалар бар. Посуда жайлы төменге түссеңіз, міне ақпараттар бар. Размерлерін көрсетіп қойыпты. Осындай екен. Осы ақпарат тұрған жерді скриндап алып, переводчикке апарып қойсаңыздар болады. Мысалы, мына жерде 24, 18 деп тұр. Бұлар осы набордағы тарелканың, ыдыс аяқтың саны болуы мүмкін, сервистің. Мұны қараңыздар, оттың белгісі тұрғандар, олар ең көп сатылғандар. Бағасын көріп отырсыздар. Бағалары әр нені таңдағанда олар ауысып отырады. 37 дейді. Не көрдіңіздер ма? Бұл жерде ыдыс аяқтың штуктарына байланысты. Яғни 4 адамдық, 6 адамдық, мүмкін 8 адам деген сияқты. Және жеке алуға болатын сияқты. 31-7 дейді, 18 деп тұр. Мүмкін осы жерде 18 предмет болуы мүмкін. Осы бетті дәл осылай скриндап алып барып, мен айтқан переводчикке апарып фотоны таңдасаңыздар болады. Оны алда қазір көрсетемін. Енді қазір бағасын қарайық.
конвертерға барамыз. Жоғарыда сол жағында таяқшаны басып, установить курсты таңдап, Қытайды таңдап аламыз да, осы жерге өзіміздің бағамызды жазамыз. 37 болды, е? 1941 теңге болды. Енді қайта барайық. Міне дәл осылай. Сіз таңдағанда, осындай набор алғанда шатасып қалмаңыз. Себебі әр жерде әртүрлі наборда әртүрлі не болуы мүмкін. Штуктары әртүрлі көрсетілуі мүмкін. Бағаларын арзан жазып, мен набор алдым деп қуанып, солай шатасып алып қалмаңыздар дегенім ғой. Мысалға, мына қасыққа кірейік. Бұл жерде де қасықтар набор болып көрсетіліп тұр. Дәл жағы тарелкалар сияқты, бұл жерде де түстеріне байланысты және штуктарына байланысты болады. Бағасын қарайық қазір. Дәл осы қасықтар бізде қанша тұрады, оны білмеппін. Бірақ бізде осыны көптеген жерде көреміз, е? Осынша шықты. Енді қараңыздар, бұл қасық пен вилкада дәл осылай сатып алғанда осылай келеді деп ойлап қалмаңыз. Мына от белгісіндегілер көп өткендер, е? Енді мыналарды төмендегілерді басып қараңыз, жоғарыны басып қараңыз. Сол кезде сізге көрсетеді. Неше қасық? Мүмкін бір қасық, бір вилка, бір пышақ болып қалуы мүмкін, е? Бір адамдық. Сол жағына да мән бергендеріңіз үшін. Не айтқанымдай, міне осылай. Мысалы, бір кісі осылай алуы мүмкін. Ол кезде бағаларын қараңыз, өте арзан. Дәл осылай, егер түсінбесеңіз, скриндап алып, переводтасаңыздар болады, е? Асықпай, мұқият қарап, бағаларын қараңыздар, сосын магазиннің рейтингін қараңыздар. Жаңа скринімізді қазір қарап, осы жерде көретін боламыз, е? Фотоның үстін басып, галереядан керек фотомыз таңдап аламыз. Қараңыздар, енді осыны майда жазумен шығады қазір, бірақ жақындатып оқып алыңыздар. Түстерін барлығын жазып қояды анда. Мысалға, мраморный, изумруд деген сияқты түстерін жазып қояды, е? Количествосын жазу мүмкін кейбіреулер. Не осылай кез келген сіз товардың описаниясын, ақпараттарын скриндап алып, дәл осы переводчикке әкеліп, фото бөлімін таңдап, скрин жасаған суретіңіз таңдап аласыз да, осылай аудара аласыз. Не, мысалға, бір сөз керек болса, соның үстін бассаңыз, дәл сол сөзді сізге переводтап береді. Мінеки, астында қарасаңыздар, әртүрлі, міне көріп отырсыздар ма? Размерлерін, түстерін, набор болса набор, біреу, екеу деген сияқты ғой. Әрбір затты осылай барлығын асықпай басып, қарап, таңдап, толық магазинді зерттеңіздер. Магазинді зерттеп, барып, тапсырыс беріңіздер. Дәл осылай. Енді тағы да басқа нәрсені көрейік. Енді тағы да басқа наборды көрсетейін. Дәл мынаған кірейік. Графин мен 6 бокал. Магазин рейтингін қарап алыңыздар міндетті түрде. Мына рейтингі жұлдыздары толып тұр. Енді төмен түсе берсеңіздер, дәл осы тауарды ақпарат толық берілген, тауар туралы.
даже бұны газге қоюға болады екен. Қараңыздар, ыстыққа төзімді дейді. Әрбір нені көрсетіп қойыпты, детальдеріне. Енді от белгісі ол өздеріңіз білетіндей көп сатылғандары. Мына жерде бокалдар отдельно сатылады екен, бірге сатылады екен, графиннің өзі отдельно сатылады. Бағасын көрейік. Так, бағасы 90-да 95. Қатты қымбат емес, Бізде қанша тұрады? Осылар білмеймін. Алдында Инстаграмда мен 12 мыңнан ба, 15 мыңнан ба көрген болатынмын. Қараңыздар, бұның даже андай түстеріне де байланысты бағалар ауысып отыруы мүмкін. Мында бокал саны аз. Дәл осылай барлығын қарап, мұқият тексеріп барып алыңыздар. Кейбір нелерде арзан көрсетіледі де бағасы, бірақ қанша зат келетінін білмей қателесіп заказ беріп қояды. Мына чайникте де кіріп қарайық. Рейтингі жақсы. Мында 1 литр, 1,5 литр көлемдері жазылған. Соған сай бағалары да ауыстырылып тұрады. 1 литр. Осының бағасын қарайық. Бізде осылар 2,500 ба, 2700 ба, сондай. Так, бағасын жазайын. 1495, 1500, грубо айтқанда. Магазиннің рейтингі жақсы болса, тауарын қиналмай, қорықпай алуға болады.